Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің обзорда Vivo V25 Pro. Бұның жалпы екі версиясы бар. Қара түстісі бар. Мендегі цветі қара болып табылады. Қазір фокусировка жасап жіберейін. Және мынандай көк цветтегі версиясы бар. Так, міне фотосын көрсетіп жатырмын. Бұның памяти 12 оперативная память және 256 гигабайт өзінің памяти. Коробкасын ашып қарайық, ішінде не бар екенін. Коробкасы өте үлкен, өйткені комплектациясында бүкіл заты бар. Так, телефонның өзі. Пока қоя тұрайық. Содан соң чехолы бар. Бұл чехолында шеттерінде бортигі бар. Защищать етіп тұратын шеттерін. Жақсы чехол, силиконовый болғанмен. Так, мына жерде блок питания. Блок питания бізде, қараңыздар, 80 ваттқа, бірақ сразу айтайын, смартфон максимум 66 ватты поддерживать етеді. Содан соң бізде мына жерде USB, наушники мынандай. Бұған еще переходник комплектісінде бар. Мынандай переходник. Так, мынандай переходник бар, өйткені на смартфонда наушник тығатын жері жоқ. Сондықтан зарядка тығатын жері арқылы, переходник арқылы наушникпен музыка тыңдасаңыз болады. Және ішінде мынандай ключик бар. Сонымен бізде смартфонмен қоса мінекей смартфон бар, ключигі бар, наушнигі бар, наушники переходнигі бар, USB шнуры бар, блок питаниесі бар, және чехолы бар. Осындай бағада, мысалға, салыстыра кетсек, Samsung, iPhone болсын, оларда тек қана USB провод қана болады. Мұнда бүкіл комплектациясы комплектісінде. Енді барлығын алып тастайық, мешать етпес үшін. Так, мінекей смартфон. Мына жерде сразу характеристикасы жазылып кеткен. Гибридная стабилизация изображения деп жазылып тұр. Фотохромное стекло, бірақ бұл қара цвет менде, сондықтан менде фотохромное стекло емес, менде обычное стекло. Фотохромное стекло деген ол күннің астында цветі өзгеретін стекло. Содан соң бізде 120 Гц экран, 3D экран, яғни изогнутый экран, және аккумуляторы 4830 мА, быстрая зарядка 66 Вт флеш чардж. Сонымен смартфонды ішінен алып көрейік, қарайық. Жаңа жазылғанындай экраны изогнутый, мына жерде фокусировка болмай тұр деймін. Экран изогнутый. Арты мынандай. Так, прям күшті болып жасалынған, қолға ыңғайлы. Телефонның экраны үлкен болса да, қолға ыңғайлы болып жасалынған. Сонымен жоғарысында бізде не бар? Жоғарысында қазір фокусировка настройка жасап алайын. Жоғарысында бізде мынандай микрофон бар. Он жағында бізде дыбысты көбейтіп азайтатын кнопкасы бар. Кнопка блокировки. Басқа ештеңе жоқ. Астына келетін болсақ, астында мінекей сим-карта салатын жері. Сразу айтайын, мұнда екі сим-карта ғана салынады, флешка салынбайды. Микрофоны бар, зарядка тығатын жері бар. Бұл және наушник тығатын жері, 2 в 1. Және динамикасы орналасқан. Сол жағында түк ештеңе жоқ. Артында бізде мынау, так, фокусировка. Арты бізде бұл стекло противоударное, покрытие матовое. Қараңыздар, кішкене жылтырлап тұрады, күн түссе, свет түссе. Саусақпен ұстасақ, саусақтың ізі қалмайды, және қолға, саусаққа приятно болып сезіледі, жағымды сезіледі саусаққа. Так, артында 3 камера, жоғарғы камерасы бізде бұл 64 мегапикселді камерасы, ортасындағы
широкоугольная камерасы 8 мегапиксель және макросъемка на кішкентай камера. Және вспышкасы бар. Вспышкасы бұл жерде екі вспышка ғой деймін. Да, екі вспышка орналасқан. Экранда қараңыздар, экран жағында уже пленкасы жабысып тұр, защитасы. Ол уже плюс. Телефонды қосып қарайық, көрейік ішінде не бар екенін. Так, Vivo 5G. Бұл смартфон 5G интернетті поддерживать етеді. Сонымен смартфонды қостым. Мінекей осылай, цветтері сочный. Бұл жерде ары қарай түсіндірмес бұрын сразу көрсете кетейін. Мына жерде экраны Full HD 120 кадрды поддерживать етеді, частота обновления экрана. И сондықтан настройка кіресіздер, настройка экрана кіресіздер, сосын частота обновления экрана кірген кезде мұнда таңдасаңыздар болады. Умное переключение 60 немесе 120 Гц. Мен 120 Гц қоямын, өйткені сол арқылы анимациялардың бүкілі плавно түрде жұмыс жасайды. Ол көзге жағымды болып сезіледі. Сосын мына жерде нені өзгертеміз? Так. Визуальное улучшение. Мынандай заты бар. Визуальное улучшение дегенді қоссаңыздар, YouTube-та тағы да осындай видео көрсететін программаларда качество изображения прям жақсарады. Ол тоже экранның настройкасында. Так, мына жерде бізде еще цвет экрандар бар. Бұл жерде қараңыздар, мына жерге внимательно қарап тұрыңыздар. Мінекей профессиональныйға қойсам, цветі кішкене өзгереді. Яркийға қойсам, цветі сочный болады. Яркийға қойыңыздар, өйткені, цветі сочный болады, әдемі болады, көзге жағымды болады деген сияқты, өзіңізге приятный болады. Сосын көзді ауыртпасын десеңіздер, мына жерде темная тема деген бар, соны қоссаңыздар, қап-қара болып тұрады. Прям күшті. Бірақ пока что мен осындай ақ темада тұра берсін. Сонымен дисплейден шығайық. Экраны Full HD 120 Гц. AMOLED экран, цветі сочный, көзге приятно. И сосын мына жерде менде Samsung смартфоны бар, Samsung Galaxy S22 Ultra. Осымен салыстырғанда, мына жерде Full HD экранды қойсаңызда, цветті былай фильм көретін болсаңыздар, Samsung көзді кішкене ауыртатын болады. Сондықтан соны еске алып жүріңіздер, естеріңізде болсын, міндетті түрде. Қараңыздар, бұл жерде бізде сразу Android 12 орналасқан, өзінің памяти 256 гигабайт, оперативная память 12 гигабайт және 8 гигабайт қосылады, сонымен 20 гигабайт. Ол деген масқара ғой. Процессоры Dimensity 1300, ол деген сөз PUBG-ді кішкене максималды настройкада тартады деген сөз. Ол деген сөз зарядка тез бітпейді деген сөз. Тем более бұның батарейкасы 4830 мА және 66 ваттық зарядкасы уже комплектісінде. Және достар, мұнда смартфонда бір ғана динамик орналасқан астында, яғни музыка, фильм көретін болсаңыздар, звуктың бүкілі осы динамиктен шығатын болады астындағы. Громкостын тексерейік, тыңдап көрейік, качествосын дегендей. Онша емес музыкалар түсіп жатыр. Сонымен айта кетерім, дауысы әжептәуір қатты шығады, звугі приятный, құлаққа жағымды. Біреу звондайтын болса, по-любому звоноктың дауысын еститін боласыздар. Сонымен камерасын тоқтала кетейік, камерасы. Так, мына жерде бірінші кірген кезде разрешение беру керек. Бізде артында 3 камерасы бар. Ол біріншіден мына широкоугольная камера, широкий угол. Екінші основная камера 64 мегапикселді. Және үшінші камера ол мына макросъемка. Мынаны бассаңыздар, жақыннан бір зат түсіретін болсаңыздар, мінекей мысалға менде тряпка. Жақыннан түсіретін болсаңыздар, прям анық көрінетін болады. Қазір видеода онша емес болып көрініп тұр, бірақ на самом деле ол күшті зат.
Видеоның качествосы бізде қараңыздар, видеода стабилизация бар, HDR бар, ночная съемка бар, және мұнда качествосын таңдауға болады. 720 качествоны қойып, HD 60 кадрда қоюға болады, немесе 1080, 30-60-ға қоюға болады, және 4К, 4К, яғни бұнда качествосы өте жақсы болады, және 60 кадрда қоюға болады. Видеоның памяти өте көп орынды алады. Бұндай качествода снимать етсеңіздер, сондықтан негізі Full HD-де снимать етсеңіздер жақсы болады. Памяті аз алады, качествосы средний болады. Сонымен қазір мен сыртқа шығып, далаға шығып, фото-видео түсіріп көрейін, качествосын көресіздер. Так, мінекей достар, жаңағына фото-видео түсіріп келдім, енді качествосын көрейік. Фото өте күшті шықты. Жақындатып көрсек болады. Прям әдемі сочный цветтер. Жазулар көрініп тұр. Прям бұл основная камераға фото. Одан кейінгі бізде двухкратный зум. Так, одан кейін бізде бұл пятикратный зум болу керек, қателеспесем. Мұнда уже жазулар көрініп тұр. Және 10-кратный зум. Даже мына жердегі жазулар прям анық көрініп тұр. Качествосы өте жақсы. Так, және бізде мынау макросъемка. Ол бағана айтқан мына артында кішкентай камерасы макросъемка үшін арналған. Качествосы өте жақсы. Мына соткамның несін түсіргем, артқы камераларын түсіргенмін. Прям четко түскен. Фокусировка кетіп қалды ғой. Қазір мінекей бүкілі анық көрінген точкаларына дейін макросъемкасы өте жақсы екен. Основная камерасы маған ұнады. Содан соң видеоны қарайық. Қараңдар, Full HD 60 кадр. Қазір мен жүріп бара жатырмын. Стабилизация жақсы жұмыс жасап жатыр. Цветопередача жақсы. Жазуларды жақындатып көрсек болады. Так, екінші видео. Play. Мына бізде 4К 60 кадр. Тағы жүріп бара жатырмын. Как раз күн шығып тұр. Жақындатып көрейік жазуды. Качествосы жақсы. Видеоны көрсетіп жатырмын, дірілдегенде көрініп тұр, бірақ ол на самом деле мен қолым дірілдеп тұр. Сонымен қорытынды айта кетерім, телефонның плюсы ол экраны. Экран сочный, көзді құртпайды. 120 Гц анимацияны бүкілі плавно түрде жұмыс жасайды. Телефон қолға ұстауға удобно, үлкен болғанымен, өйткені шеттері изогнуты. Арты на ощупь приятный, потому что на жерде покрытие матовое. Мұнда мынандай болып жасалынған, саусақтың ізі қалмайды, то есть артын сүртіп жүрудің қажеті болмайды. Вот. Арты және бұл стекло противоударный, сына қоймайды. Камералар өте жақсы түсіреді екен, 3 камерасы бар. Ол основная камера 64, широкоугольная камера 8 және макросъемка 2 мегапиксель. Мына 2 мегапиксель макросъемка. Кішкентай болса да, 2 мегапиксель болса да, фото өте жақсы түсіреді екен. Жаңа көрдіңіздер өздеріңіз. 64 мегапикселді основная камерасы да прям күшті екен. Зарядкасы тем более 66 ватт деген, ол масқара тез зарядтайды деген сөз. Тем более зарядкасы ұзаққа шыдайды, өйткені біріншіден 4830 мА, екіншіден Dimensity 1300 деген процессор тұр. Ол зарядканы тез құртпайтын процессор. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, сол арқылы мені қолдайтын боласыздар. Ал жақсы, сау болыңыздар.